Сәлеметсіздер ме? Тіл үйретудің негізгі болып табылатын коммуникативтік тәсіл оқу пәнінің түрлі оқу жағдаяттарында білім мен білікпен алмасу, тілдік және сөйлеу нормалары жүйесін дұрыс қолдану арқылы оқушылардың сөйлеу әрекеттерін дамытуды қарастырады. Осы видеосюжетте сөйлесім әрекетінің бірі тыңдалым дағдысына және бағдарламада көрсетілген оқу мақсаттарына, тыңдалымды оқытудың әдіс тәсілдеріне тоқталып кетеміз. Жалпы, тыңдалым дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін болсақ, ғылыми әдебиеттердің көпшілігі тыңдалым дыбысталған мәтінді мағыналық тұрғыда қабылдауға бағытталған сөйлесім әрекетінің рецептивті түрі деп анықтама береді. Алайда, бағдарламада тыңдалым дағдысы тек тыңдаған ақпаратты қабылдаумен шектелмейді. Оқу бағдарламасында мәтінді тыңдай отырып, негізгі ойды, қажетті ақпараттарды анықтау, көтерілген мәселеге баға беру, талдау секілді дағдылар қарастырылған. Оқу бағдарламасындағы тыңдалым бөлімі төмендегідей дағдыларды қамтиды: болжау, назарын шоғырландырып тыңдау, сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну, көркем шығармалар тыңдау, негізгі ойды анықтау, тыңдалым бойынша жауап беру. Пәннің оқу бағдарламасы спиральдік қағидаты негізінде әзірленген, яғни оқу мақсаттарында білім мен дағдылардың көлемі әр сынып сайын тереңірек, күрделірек деңгейде қарастырылып отырады. Мысалы, болжау дағдысына құрылған оқу мақсаттарын қарастырып көрейік. 5-ші сыныпта тақырыпты тірек сөздер арқылы болжайды. 6-шы сыныпта тірек сөздер мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілген мәселені болжайды. 7-ші сыныпта мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжайды. Болжау дағдысында оқушы алдымен өз тәжірибесіне, біліміне сүйенеді. Сонымен қатар, болжау дағдысы тыңдалатын мәтін мазмұнын қиындықсыз түсінуге септігін тигізеді. Мысалы, 5-ші сыныптағы болжау дағдысын қарастырсақ, оқушыларға алдын ала мәтін тақырыбы, тірек сөздер, суреттер ұсынылады. Оқушылар ұсынылған материал бойынша мәтін мазмұнына болжам жасайды, талқылайды. Мәтін тыңдап болған соң салыстырады. Осы дағды бойынша ұсынылған оқу мақсаттарында мәтін бойынша ашық және жабық сұрақтар беріледі. Оқушылар мәтінді тыңдап, ішінен негізгі және қосымша ақпараттарды анықтайды, олардың өзектілігін талқылайды. Мәтін алды тапсырма кезінде таныс емес сөздермен жұмыс жүргізіледі. Сөздер алдын ала мәтіннен іріктеліп алынады, немесе мәтін тыңдап болған соң арнайы тапсырмаларда оқушылардың сөздердің синонимдері, анықтамалары арқылы мағынасын дұрыс түсінгені тексеріледі. Оқушыларға көркем шығармалардан үзінді беріледі. Оқушылар тыңдай отырып, тақырыбы мен идеясын, көтерілген мәселені анықтап, кейіпкерлерге сипаттама жасайды. Шығарма оқушының тілдік деңгейіне сай алынады, немесе бейімдеп беруге болады. Шығарманы түсіну жеңіл болу үшін мәтін алды тапсырмада әдеби сөздер алдын ала түсіндіріледі. Оқушылар алдымен мәтінді тыңдап, жалпы мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді. Кейін жетекші сұрақтар, мәтін құрылымы, сөйлеушінің сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау тапсырмасын орындайды. Негізгі ой әдетте мәтін басында немесе соңында айтылып кетеді. Автордың ерекше интонациясы арқылы да негізгі ойды табуға болады. Мәтін мазмұны бойынша бірнеше тапсырма орындағаннан кейін, тақырып бойынша ашық сұрақтар беруге болады. Тыңдалым мәтіні негізінде оқушылар сұрақтарға жауап береді, өз ойларын ортаға салады, мәтін бойынша дәлелдер келтіріп сөйлейді. Дөңгелек үстелдер, пікірталастар ұйымдастыруға болады. Тыңдалым сабағын ұйымдастыру туралы не білеміз? Тыңдалым сабағын ұйымдастыру қандай кезеңдерді қамтиды? Әр кезеңнің мақсаты қандай? Қандай тапсырмаларды алуға болады? Тыңдалым сабағы 3 кезеңнен тұрады. Мәтін алды тапсырма, мәтінмен жұмыс тапсырмасы және мәтін соңы тапсырмасы.
Әдетте, мәтінмен жұмыстың 3 кезеңі бір сабақты толығымен қамтиды. Оқу мақсаттарын таңдаған кезде осыны ескерген дұрыс. Оқушыға мәтінді бірден тыңдатуға болмайды. Себебі, оқушы мәтін мазмұнын бірден түсіне алмайды. Ол үшін ой шақыру, сөздерді алдын ала үйрету, мәтін мазмұнын болжау, тақырыпқа байланысты сұрақтар қою сияқты тапсырмалар беріледі. Мәтінмен жұмыс кезеңінде оқу мақсаттарына байланысты оқушылардың дағдыларын қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар жатады. Алғашқы тапсырмалар жалпы мазмұнын түсінуге бағытталса, кейінгі жаттығулар нақты ақпаратты табуға арналуы тиіс. Үшінші тапсырманы лексикалық немесе грамматикалық ұғымды меңгерту мақсаттарымен байланыстыруға болады. Мәтіннен іріктелген ақпараттар немесе сөздерді қатыстыра отырып, талқылау сұрақтарын ұсынуға болады. Оқушылар мәтінге сүйеніп, өз ойын ортаға салады. Осы тапсырмадан кейін оқушыға айтылым, не жазылым бойынша басқа да тапсырмалар орындатуға болады. Тыңдалым тапсырмасын ұйымдастыру шарттары қандай? Мәтінді тыңдату кезеңінде нені ескеру қажет? Мәтінді қанша рет тыңдатқан дұрыс? Мәтінді алдымен тақырыпқа сай таңдау қажет. Тақырыпқа байланысты үйрететін лексикалық бірліктердің мәтін ішінде болуы шарт. Мәтінде ұсынылатын ақпарат оқушылардың жас ерекшеліктеріне және тілдік деңгейіне сай болуы керек. Мәтінді тыңдар алдында оқушылар алдымен мәтінге арналған тапсырманы және сұрақтарды оқып талқылаулары қажет. Сұрақтарда кездескен таныс емес сөздер түсіндірілуі қажет. Күнделікті сабақта оқушыға мәтінді не үшін тыңдайтыны айтылуы керек. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап берген соң, оқушылар жауаптарын жұпта, не топта салыстыра алады, немесе мұғалім ауызша тексереді. Оқушы мәтінді тыңдаған кезде бірден мазмұнын толық түсініп жауап бере алмайды. Сол себепті мәтінді түсіну үшін оны кемінде 2 рет тыңдатуға болады. Егер мәтін мазмұны қиын болса, 3 ретте тыңдатуға болады. Мәтінді алғашқы тыңдатқан кезде оқушыға жалпы мазмұнын түсінуге арналған сұрақтар беріледі. Мысалы, мәтін не туралы, кейіпкерлері кімдер, оқиға қай жерде болды. Кейінгі тапсырмалар нақты ақпаратты табуды қажет ететін сұрақтардан құралады. Мысалы, автор кейіпкерді қалай сипаттайды? Кейіпкер өз ойын қандай сөздермен білдірді? Мәтінге құрылған сұрақтардың реті мәтіндегі оқиға желісі мен ақпараттардың белгілі ретімен сәйкес ұсынылуы қажет. Сол кезде оқушы мәтінді тыңдай отырып, сұрақтарға жауап бере алады. Мәтін жауабын іздеу үшін уақыт жоғалтпайды. Тыңдалым материалдарына нені ұсынуға болады? Олардың түрлері қандай? Ол материалдарды қайдан алуға болады? Тыңдалым материалдарына аудиомәтін, видеоматериалдар, кино, мультфильмнен үзінді, ән, аудиокітаптар, теледидар бағдарламалары, яғни жаңалықтар, авторлық бағдарламаларды алуға болады. Немесе мұғалім мәтінді ауызша оқи алады. Ең бастысы, таңдалған материалдар тақырыпқа, оқушы жасы мен тілдік деңгейіне, оқу мақсаттарына сай болуы қажет. Тыңдалым дағдысын жүзеге асыру бойынша тапсырмалар үлгісі осындай. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.